Аса қамқор, ерекше мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Әбу Абдурахман Абдуллах ибн Ғомар ибн Әл-Хаттабтан бізге жеткен хадисте Алла әкесі екеуіне разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ислам 5 тірекке құралған, Алладан басқа ешбір құдай жоқтығына және Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік беру, намаз оқу, зекет беру, қажылық өтеу және Рамазанда ораза тұту деп айтқанын естідім деген. Бұл хадисті Әл-Бұхари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ахмад риуаят еткен. Осы хадистегі 5 негіз: иман келтіру, намаз оқу, зекет, ораза, қажылық. Осы 5 негіздің ішіндегі зекет пенен қажылық мәселесі бар кісілерге қолдарында дәулеті, малы, қаржысы, кәсібі бар адамдарға жүктелген, міндеттелген, парыз етілген нәрсе. Оны бәріңіз де жақсы білесіздер. Алла тағала сондай бір мейірімді, рахымды, ешқандай өзінің құлдарына қиындықты қаламайды. Құран кәрімдегі Бақара сүресінің 185 аятында Алла тағала: Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды десе, Хаж сүресінің 78 аятында сендерге дінде қиындық қылған емес деп ескертеді. Сондай-ақ Әл-Бұхари риуаят еткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде шын мәнінде бұл дін жеңіл, жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар дегенді айтады. Ақиқатында Алла тағала өте мейірімді, ерекше, өзінің құлдарына ешқандай бір қиындықты қаламайды. Осы 5 негіздің ішіндегі зекет бере алмайтын, қажылыққа бара алмайтын жалпы мұсылман кісілерге өте жеңілдік жасаған. Осы 5 негіздің ішінде тек қана ендігі қалатыны намаз бенен ораза. Исламның 5 парызының алғашқысы иман болса, екіншісі намаз. Намаз иманның белгісі, жүректің нұры, рухтың қуаты, мұсылманның миғражы. Адам намаз арқылы жаббар иені әрдайым еске алып, оған бір табан жақындай түседі. Бұл турасында Құран кәрімдегі Таха сүресінің 14 аятында Алла тағала мені еске алу үшін намаз оқы деп бұйырады. Және де Құран кәрімнің Бақара сүресіндегі 153 аятында: Уа иман еткендер, бастарыңа қандай да бір қайғы қасірет немесе ауыртпалық түскенде сабырлық танытып, намаз оқу арқылы Алладан жәрдем тілеңдер деп бұйырады. Бір жолы бір танысымыз зейнетке шығып үйіне шақырды. Бардық. Бір сәті келгенде: Ошеке, зейнетке шығып жатырсыз, енді қалған жағында уақытыңыз мол. Өзіңіздің ойлаған Құдай тағала осы күнге жеткізсе, құлшылық қылам, намаз оқимын деген ойыңыз болған шығар. Сол ойыңызды енді іске асыратын уақыт келді дегенімде, ол: жоқ, мен өйтіп ойлағаным жоқ деп шоршып түсті. Енді бұл жердегі мәселе барлығы ниетке байланысты деп пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтқаны сияқты кісінің ниетіне байланысты. Алла тағала сол ниетке қарайды. Көп кісілер намазды зейнетке шыққаннан кейін оқимын дейді. Зейнетке шыққаннан кейін намаздың сөздерін үйрене алмай жатырмын, жаттай алмай жатырмын, басыма қонбай жатыр дейді. Сөйтіп намазды қойып қояды. Ол намаз қойып қоятын нәрсе емес. Уақытында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп: Уа Аллахтың елшісі, мен намазды үйрене алмай жатырмын, не істесем болады деді. Сонда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: Ла иляха иллаллахты білесің ба деді.
Я Алланың елшісі, білемін ғой. Субханаллахты білесің ба? Я білем. Әлхамдулиллахты білесің ба? Білем. Аллаху әкбарды білесің ба? Я Алланың елшісі, білем. Онда осыменен намазды оқи бер деді. Сол сияқты мен мұсылманмын деген әрбір адам намазға шынайы түрде ниет етуі керек. Оны үйренуге тырысып, әлқайынша сөздерін жаттап, тастамай оқуы керек. Себебі ертең ақиретте ең бірінші сұралатын осы намаз. Енді Абай атамыздың 38-ші қара сөзіменен сөзімізді аяқтайық. Ей ишараттан хабарсыздар қара, бұл ғибадаттан бір үлкені намаз, ол намаздан әуелі тақарат алмақ, ол тақараттың алды истинжа еді, онан соң намазға тұрмақ. Мұны берік ойлап тұр, аяғы екі аяққа масиқпенен бітуші еді, бұлардың бәрі болмаса көбі ишарат еді дейді.